Қайырлы күн, құрметті оқырман. Бүгін сіздерге ой салар өте терең мағыналы сөздермен бөлісетін боламын. Видео соңына дейін менімен бірге болып, маған қолдау білдіру мақсатында видеома лайк басып, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Және де осы видеода сізге ең қатты ұнаған терең бір мағыналы сөзді таңдап, оны комментарияға бөлісіп кетсеңіз, нұр үстіне нұр болар еді. Көп рахмет. Ендеше бастайық. Адам баласы мына өмірде екі адамнан сақ болуы керек. Оның бірі саған күні түскенде әкелеп, көкелеп, шаруасы біткен соң сені іздемес түгіл, саған сәлем беруге де жарамай қалатын хамелеон адамдар. Екіншісі сөзі басқа, істейтін ісі басқа, екі жүзді аферистер. Ондай адамдар сенің бетіңе әкем, көкем деп отырады да, ту сыртыңнан пышақ ұрып, ғайбаттап, қара жерге тығып отырады. Ащы болса да шындық. Біздің өмірімізде ондай адамдар көптеп кездеседі. Бетіңе күле қарағанның бәрі дос емес. Демекші, дос пен дұшпанды танудан қателеспей жүрген дұрыс-ау деп есептеймін. Жаныңда 5 жыл жүріп, тани алмаған адамыңды 5 минут ұрыс кезінде анық көресің. Мені ойландыратын нәрсе, кеше алған нанды ертесіне жемейміз. Жаңа піскен жұмсақ нан жейміз. Кешегі нан қатып қалыпты деп қоя саламыз. Адамды адам қадірлемейтін заманда ең болмаса нанды қадірлейік. Өлетінін біліп, өмір сүретін жаратылыс тек адам ғана. Және ешқашан өлмейтіндей өмір сүреді. Әркім өз қарабасын ойлаған заманда сені түсінетін, сені қолдайтын жанның болуы ең үлкен нығмет екен ғой. Балаларыңызға дүние емес білім қалдырыңыз. Кейде төбеге қараймыз деп төмендегіні ұмытамыз. Жазықты көреміз деп жанымыздағыны көрмейміз. Ешқашан үндемей қалғаным үшін өкінген емеспін. Алайда сөйлеген сөзім үшін талай мәрте өкінгенмін. Өмірде шындықты айтам ба деп жүрсем, өмірдің өзі жалған екен ғой. Өмір бізге кепілдік бермейді, мүмкіндік береді. Мүмкіндіктен, таңдаудан қателеспеңіздер. Ойланып, толғанып, шешім шығарыңыздар. Қатеден сабақ алыңыздар. Осы біз кім үшін өмір сүреміз? Өзіміз үшін бе? Ел жұрт үшін бе? Бірдеңе болса, ел жұрт не дейді деп шығамыз. Түннің бір уақытында келсең, келдің бе балам деп, күтетін анаңа жететін адам бар ма? Ойланып қарап отырсаң, қазаққа жау керек емес секілді. Біз бір-бірімізге жау секілдіміз. Бөлінуге дайын тұрамыз. Қолдауға емес, жамандауға, аяқтан тартуға дайынбыз. Табысты болуға емес, құнды болуға ұмтыл. Өмір шешілетін мәселе емес, бастан кешіретін үлкен шындық. Адамдар өздеріне байлық пен атақты қалайды. Егер осы екеуіне адал жолмен қол жеткізе алмасаңыз, олардан аулақ жүргеніңіз дұрыс. Адамдардан немесе әртүрлі жағдайлардан қашып құтылуың мүмкін. Бірақ өз ойларың мен сезімдеріңнен ешқашан қашып құтыла алмайсың. Адам кедей болып өмірге келеді, кедей болып өмірден өтпейді. Барлық нәрсе өз қолыңызда, мүмкін емес нәрсе жоқ. Ең бастысы әрекет, ризық Алладан. Біздің не ойлайтынымыз, бізбен не болатынын анықтайды. Сондықтан өмірімізді өзгерткіміз келсе, ой санамызды кеңейтуіміз керек. Ақшаң болмаса, қыз қарамайтын, жағдайың болмаса, туысың қарамайтын,
Абыройың болмаса, дос қарамайтын қандай заман болды. Сіздің және менің өмірімдегі ең керемет күн өз көз қарастарымызға толық жауапкершілікті алатын күн. Бұл біз шынымен есейген күн. Раббым, маған адамдардың тек жақсы жағын көруден шаршамайтын көз, жамандықтың бәрін ұмытатын сана, сенімін ешқашан жоғалтпай, қателігін кешіре алатын жүрек берші. Бір адамды қатты жақсы көрмеңіз. Бірінші орында әрдайым өзіңізді қойыңыз. Дамыңыз, оқыңыз, саяхаттаңыз. Қаншалықты қатты жақсы көресіз, соншалықты жоғалтып алам деген үрей басым болады. Сабырыңызды ешқашан жоғалтпаңыз. Себебі барлық есікті ашатын соңғы кілт. Қанша сынбаймын деп мықты болып тырысқанмен, кейде өмірде кездесетін сынақтар сындырмай қоймайды екен. Жалғыз қалудан қорықпаңыз. Мықты адамдар жалғыз болады. Олар тәуелді болмайды. Бағындыру, бір жерде ұстау қиын оларды. Тәубеден аққан жас жақсы, сәждеде жатқан бас жақсы. Ғаламның барлық дәмінен анаңмен ішкен ас жақсы. Құрметті ата-аналар, бауырлар, қызымыз немесе қарындасымыздың бақытты болғаны маңызды ма? Қыз қанша қиналса да шыдап жүре береді. Жақсы болып кететін шығар деп, әлде болмаса ел жұрттың сөзі маңызды ма? Әке болу оңай, әке боп қалу қиын. Бриллиант мусорда қанша жатса да, бриллиант болып қалады. Шаң қанша аспанға көтерілсе де, шаң болып қалады. Қарап отырсам, рас екен. Қыздың тағдыры қиын дегенім. Неше түрлі жағдай орын алған, ол жақсы нәрсе емес. Өз өмірімізге өзіміз немқұрайлы қарамайық. Тағдырдың жазуы деген түсінікті алып тастау керек секілді. Өз өміріңіз өз қолыңызда. Мен Алладан байлық сұрадым, ал ол маған исламды берді. Өкпе, ренішті іште жинама. Басыңызға қиын күн туғанда, мына екі нәрсені жасаңыз: дұға және әрекет. Жаратушы тұрғанда жаратқандардан көмек сұрамаңыз. Мүмкін сіздің дұға еткеніңізді қалап, қиын күндер жіберген шығар. Менің ойым, ұл балаларыма дүние қалдырмаймын. Қандай жолмен адал ақша табуды үйретіп, барлық нәрсені өзіне алдырар едім. Маңдай термен тапса, барлық нәрсенің қадірін біледі. Қыз балаға барлық жағдайды жасап беререм. Менің өміріме кіріп те шығып та жатқан адамдар көп. Олардың барлығына бірақ шартым бар. Кірерде аяқтарыңызды сүртіңіз. Шығарда есікті жауып қайта оралмаңыз. Сөз кейде қылыштан өткір, кесіп те түседі. Сөз кейде мақтадан жұмсақ, жаныңа жылы тиеді. Сиқырлы сөзге иланып қаласың, суық сөз естіп қиналып қаласың. Ана жақсылығын ауырсаң білерсің, қайын жақсылығын қыдырсаң білерсің. Әйелді қорлаған еркекті өмір өкінішсіз жібермейді. Өйткені әйел өмірдің анасы, ал асыл перзент анасын ешкімге де қорлатпайды. Өйткені әйел киелі халық, оның киесі өзін қорлаған еркекті бір айтпай кетпейді. Қыздың ар намысын ер азамат қорғау парыз. Өзінің анасын ана, өзінің қарындасын қарындас көріп, басқаның анасын апа, қарындасын әншейін ұрғашы санайтын санасыз бөріктілер бар. Кейбір адамдармен бірге уақыт өтпейді, ал кейбір адамдармен бірге уақыт жетпейді. Арлы жігіттің киімі нашар болса да, кеудесі алтын болады. Ер адамның өмірінде бір-ақ әйелі болады.
қалғандары сол әйелдің көлеңкесі. Адамның жүрегі де құмыра ғой, ішіне дін кірмесе, жын кіреді. Еркекке жүрек керек, әйелге тірек керек. Өмірінде бір рет сатқындық жасаған адам, екінші ретте оны міндетті түрде қайталайды. Әйел адамдар ешқашан құпия ұстауды білмейді, бірақ олар жүрегінде ұстаған затты өлсе де айтпайды. Қабырға ылғалдан тозады, адам сағыныштан күйрейді. Қазақ әйелін жан жолдасым дейді. Бұл үлкен сөз ғой. Жаны мен жаны үндес, ойы арманы үйлес, егіз адамбыз дегені ғой. Адам кірпіш секілді, күйген сайын қатая түседі. Неге осы біз ата-анамызға дұрыс қарай алмаймыз? Қартайған шағында бір сөзін көтере алмай, қатты сөйлеп тастаймыз. Біз бала болғанда құласақ жаны шығып кете жаздайтын анамыздың қадіріне жетпейміз. Сүйікті әйелге қарттық жоқ. Төзімділік жақсы қасиет, бірақ ұзақ уақыт төзе беруі үшін өмір тым қысқа. Дана сол, егер өзге әйелі алдында соқыр бола алса, жат байлығына жету жолында ақсақ бола алса, жақынын жамандап жатқанда саңырау бола алса. Нағыз достар жұлдыздар секілді, қараңғы түскенде пайда болады. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Келесі жүздескенімізше аман сау болыңыз.